Сәлем достар, мен сіздерге жанасу және гироскопиялық датчикті көрсететін боламын. Мен бұл көлікке жанасу датчик және гироскопиялық датчикті орнаттым. Мен жанасу датчигіне қолмен кедергі жасасам, ол тоқтады. Ал егер оны жіберсем, ол жүрді. Тағы да кедергі жасасам, ол тоқтайды. Ал сөйтіп ол кете береді. Енді гироскопиялық датчиктің қызметін көрейік. Ал егер оны қандай да бір күшпен бағытын өзгертсек, ол қайтадан орнына келеді. Енді бағдарламасын көрсетейін. Ең алдымен рөлдік басқаруды қоямыз. Оны Б және де С портына қоямыз. Күту таймеріне датчик касанияны қоямыз да, оны портын 4-ке қоямыз. Бұл жерде рөлдік басқаруды өшіреміз. Енді гироскопиялық датчиктің программасын көрейік. Бұнда гироскопиялық датчикті орнатамыз. Енді 2 айналмалыны қоямыз. Екінші айналмалыны математикалық блокқа жалғаймыз. А блогына жалғаймыз.